15 Pro Max 1 терабайт распаковка. Кеттік. Nice. Кеттік па? Кеттік. Ой. Қосылса ше. Жеңілдеу. Қазір қосылсын. Оқты смыңғыра. Екеуі де Type-C. Қара, екеуі де Type-C. Бірақ кабелі матадан жасалған. Қара, кабель матадан жасалған. Ешқашан көрмеппін осындай кабельді. Ой, инесі бар. 3 жылдан кейін инесі болмайды. Наклейкасы бар. Көп оқитындарға кітап. Болды. Ал қосамыз ал. Көрейік. Английский, русский дейді. Қазақ тілі. Тұрған жеріміз Казахстан. iPhone 15 Pro'ның үлкен айырмашылығы, бір ғана айырмашылығы, ол камерада. Қараңдар. Камерада PSX деген бар. PSX. Еш iPhone'да PSX жоқ. Бұнда бар. Болды. Сау болды. Лайк басын, досыңа жібер. Енді кімде iPhone 15, iPhone 15 Pro және iPhone 15 Pro Max кімде бар? Енді ол кез келген Android'тан. Кімде Android бар? Қасындағы адамнан Type-C кабелін алып қуаттай бере алады. Кімде iPhone зарядкасы бар деп сұрамасаңдар болады. Шын мәнісінде iPhone 15 Pro Max-ның басқа да айырмашылықтар бар. Мысалы, ылғи iPhone 13 Pro Max, 14 Pro Max, 15 Pro Max-ның экраны, дисплейі, пиксельдер көбірек. Яғни сіз iPhone 15 Pro мен 15 Pro Max-ты фотоға түсірсеңіз, Pro Max-тікі әдемілеу болады. Неге? Өйткені бұның экраны әдемі көрсетеді сізге. Көрдіңіз бе? Айырмашылық бар. Екіншіден, оның аккумуляторы үлкенірек, яғни үлкен телефонға үлкен аккумулятор керек, дұрыс па? Үшіншісі айырмашылық, ол камерасы 5X камера. iPhone 15 шыққан кезде бір жігіт ақшта алды да оны қолмен екіге бөліп тастады, яғни қолмен сындырды телефонды. Сол бір видеоны бәрі көріп алған. Ең қызығы, көбісі iPhone 15 нашар деп ойлайды. Сол үшін. Бірақ естеріңізге сала кетейін, кім презентациясын көрді, ол жерде былай айтылған. Оны оңай ремонттауға болатындай жасадық дейді. Яғни ішкі құрылысы кішкене жеңілдетілген. Көрдіңіздер ме? Сол үшін ол кішкене болса да жұмсақтау. Осы жерде айтқым келіп тұр, iPhone 15 Pro Max-та zoom 5X. 5X деген не деген сөз? Ол 5X жақындатқан кезде сапасы бұзылмайды деген сөз. Осы уақытқа дейін олар олай жасамады. Мен ылғи айтады, мысалы Samsung-да 100X болса, iPhone-да 3X қана болады, мысалы 14 Pro-да. Неге? Өйткені iPhone, яғни Apple, жақындатумен қызықпайтын. Ол бір. Екіншіден, көп смартфондар жақындатқан кезде суретті жақындатасың ғой, сол сияқты жасалған. Ал iPhone-да ол линза арқылы жасалған. Яғни жақындатқан кезде сен сурет жақындатпайсың, ал кәдімгідей профессионалды камера жақындатқандай болады. Яғни айтайын дегенім, жақындатқан кезде сапасы бұзылмау керек. Мәселе сода. Осы уақыттың iPhone солай жасаған. 14 Pro Max-та 3X болса, iPhone 15 Pro Max-та 5X. Енді әзірше осылай
үлкейтіп жатыр күшін. Мүмкін алдында 16, iPhone 17 шыққан кезде 10X-қа дейін баратын шығар. Мүмкін, бірақ олар көрдіңдер ма, қадамдары өте кішкентай. Келесі жолы мүмкін 8X болады, мүмкін одан кейін 10X болады деген сияқты. Асықпай дамып жатыр. Бірақ қайталап айтайын, басқа видеолардың суретті жақындату сияқты емес, бұлардікі линза қосу арқылы жақындатады. Яғни iPhone-ның 5X-і басқа бір камераның 5X-пен салыстыруға болмайды. Өйткені бұда кәдімгідей оптикалық 5X, басқаларда бағдарламалық 100X.